Ал қыздар, қараңыздар, бүгін мына жүрекшені қазір мен сіздерге бір түспен қана бояуды көрсетемін. Мына қызыл екеуі, қарап тұрсаңыздар, бірдей қызыл, бірақ түсі жақындырақ қарасаңыздар, мынау чисто бір краскамен боялған, ал мына екі красканың қосындысы, екеуін бірге араластырып, сәл басқашалау түс шығарғаным. Бұған еще ақты қоссаңыздар, уже сәл светлый болып шығады. Сондықтан да мен қазір мынаған бір осы екі жүрекшені бірдей бояғым келіп отыр. Бір түспен бояймын қазір осы екеуін араластырып. Көрдіңіздер ме? Екеуі де вроде қызыл, бірақ біреуі прямо қып-қызыл, а екіншісі сәл оранжевыйға ұқсайды. Қатты бірден толықтай араластырмаймын мен. Оны мен қазір кисточкамен араластыру барысында араластыра саламын. Мынандай жіңішке кисточканы алам. Осыны осылайынан бір түспен бояп шығамын. Бұны бір емес, бірнеше мәрте бояймын, қанық қызыл болу үшін. Егерде шетінен шығып кетіп жатса, ештеңе етпейді. Сіздер оны қара краскамен жауып жүресіздер, не болмаса немен наждакпен алып тастайсыздар. Ештеңе де болмайды. Сондықтан да қазір бұл акриловый краска тез қатады, мынау ағашта. Толықтай енді сіңіп кетпейді. Түсі қалады. Осындай қанық қызыл болып қалады. Менің сәл мына кисточкаларым тырмалап тұр. Себебі акрил краскалар қатып қалған ғой алдында, боялғаннан кейін. Еще бұл бұрынғы кисточкалар менікі, бұрыннан жұмыс істегеннен. Қазір мынау сәл пока сіңіп нете тұрсын, екіншісін бояп алайын. Қолдарыңыз жаттығу үшін бір түспен бірінші бастасаңыздар болады. Бір түсті бір-біріне қосып, әртүрлі түстерді араластырудан қорықпаңыздар. Қайсысын қалайсыздар, сондаймен бояй берсеңіздер болады. Бұны мен сырғасын жасағым келіп жүр. Сырға жасайтын, сақина жасайтын өзінің фурнитуралары бар ғой. Менде де бұрын болатын, бірақ ол анандай сәл простойлау болғасын ба, қатып қарай қапты да. Ой. Қазір тағы да бір мәрте өтем. Оған дейін мынау кебе берсін. Келесі суреттерді бояйтын боламын. Бояп болдым. Мынаны әзірге қоя тұрамын. Ал қыздар, қараңыздар, мен мынаны бояп алдым. Ендігі кезекте дәл осы краска бола берсін. Мен мынаны күнді бояғым келіп тұр. Күнді де сәл сары, оранжевыймен араластырғым келіп отыр. Қазір күнді мына шуақ сияқты ғой, соны қазір мынаны кисточкадағы қызыл красканы алып тастайын. Енді осыны бояғым келіп отыр.
ана күнді андай оттың шуағы сияқты сөйтіп бояғым келіп отыр менің. Қызылмен араластырып сәл. Күн нақты бір сап-сарыдай емес қой. Бұл соны әртүрлі цветпен бояғым келіп отыр. Кисточкадағы мысалға ана краскалар жай кетпесін деп бірден басқа түсті немене араластырып жіберіп сөйтіп бояп жатырмын. Себебі бұл да қатып қалады. Қатып қалғаннан кейін уже бояй алмайсыздар. Шығып кеткендерді одан кейін сүртіп, немесе ана қара акрилмен бояймын ғой артындағыдай. Мынаның арты акрил қара, солайынан шеттерінде бояп жіберуге болады. Әртүрлі түстіні осылай қолданасыздар. Мысалға көрдіңіздер ме? Бір түспен бояғаннан гөрі сәл ананы бір-бірімен араластырып жіберген әдемі көрінеді. Ортасын чисто сарымен істейме деп едім, бірақ олмен сары шықпай жатыр. Мінекей қыздар, қараңыздар. Қандай күн болып шықты, әдемі түс болды. Сары, қызылдың қосындысы. Енді оларда тұра берсін. Басқа мен бояған кезде осыны қосып жүретін боламын. Қазір сіздерге қарлығашты көрсетейін. Қарлығашты қазір әртүрлімен бояп, мына пигмент жылтырды да қосатын боламын. Бұны алдындағыдай мындай көкпен бояйын ба? Мынандай. Бұл жерде себебі менде мынаны қолдандым. Әртүрлі етіп. Қараңыздар. Бұдан біраз алам. Сосын бұған мен ақты да қостым. Әртүрлі жерінен. Ақты да алдым. Сосын осы жерден көк бар, жасыл бар, әртүрлі. Осыны сәліна жасылды қосайын. Қандай екен. Ал қараңыздар. Бұған осы қай жерде қандай түс бар, соны қазір қосып жүретін болам. Мынаны кисточканы сүртпеймін. Осылайынан бояп шығам. Осы ашық түспен алдын ала бояп шығам. Ақ пен көктің несімен. Толықтай бояп шығамын. Қай жерге краска қандай болып түседі, сол түсе берсін. Оған мән бермеңіздер. Ана шеттерін, контурларын, мысалы, темныйлау қылып жіберсеңіздер, біраз акцент болады сонда. Мына жерде мен мысалға шеткі бұрыштарын қызыл қылып жібердім ғой, шуақтың бүйтіп шашылғанын көрсетіп. Сол сияқты мына жерде мен темный жасылмен істеп жібердім. Шеткі жақтарын. Осылайынан бояп аласыздар толықтай. Негізі бұған андай немеді, қатты оқудың, бірдеңенің
керегі жоқ. Боя білсеңіз болды ғой. Немеді, өзіңіздің фантазияңызбен өйстіп бастасаңыз болды. Алып кете бересіз. Қайсын қандай бояңыз келеді, солайынан бояй бересіз. Главное жай немене керектігін, бір басштапқы жағын біліп алсаңыз болды ғой. Ары қаратай өзіңіз қызығушылығыңыз танысаңыз алып кетесіз. В общем, мінекей қараңыздар қыздар, мінекей толығымен бір түспен бояп алдым, бір түстімен істесеңіздер де болады. Ол бір түстімен қанық болу үшін мынаны тағы кепкеннен кейін тағы да бояйсыздар, мен әзірге мынаны қазір араластырам бір-бірімен. Бір жерлеріне қатты қоюлау жіберем. Түрлі техникалар бар. Енді қазір ақылы үйрететіндер енді өздерінің қалыптастырған техникалармен үйретеді ғой. Біреуден үйренген. Мен просто өзім білетінімді ғана көрсетіп жатырмын қыздар. Мен өзім енді біреуден үйренген емеспін. Мен білгенімді, өзім білетінімді көрсетіп жатырмын. В общем, мына жері дұрыс емес, сіз қисық істеп жатсыз. Біреуден үйренгендер өйстіп немеді айтпай-ақ қойыңыздар, мен енді өзімнің білгеніммен сіздерге бөлісіп жатқаным. Чисто ақты қолдансаңыздар болады, әртүрлі. Просто чисто біреудің үйренген бір техникасымен емес, өзіңіздің де қалыптастыратын біліміңізді қосып істей берсеңіздер болады. Сіздерді біреу шектемейді ғой. Ой, анау андай үйретті, міндетті түрде сондай болу керек дегендей. Сәл қоюлау жақсаңыздар, қоюлау түседі. Мен қазір қай жеріне қалай түсетінін осылай жағып шығып жатырмын. Сосын ұнамайған жер болса, оны краскамен өзгертіп жіберем. Кисточкада жасыл аяқ көп болғаннан кейін жасыл қатты түспей тұр. Бұған енді арнайы білім алып алғысы келетіндер, енді үйренгісі келетіндер алады ғой. Бірақ бұны да қазір мысалға бір түстімен де істей салатындар бар. Бірнеше түсті де осылай қосып істейтіндер бар. Оның, мне кажется, немеді, қатты қиыншылығы жоқ сияқты енді. Әркім өзінің таңдауын жасайды ғой. Жерлерге мына краскадан қосып жіберіп жатырмын. Сәл өзгертіп. Мінекей мынандай білектер қалдырсаңыздар да болады. Мысалға, ана красканы до конца боямай, бүйтіп қоюлау қалдырсаңыздар, соның қоюлау ізі тұрады. Енді қараңыздар, енді темный көкті қараны қойсаңыздар да болады. Красканы бір-бірімен араластыра беріңіздер.
осы жуырда бір қарлығашты однотонный түспен қап-қарамен бояғанын да көрдім. Қап-қарамен ана қара киімдер кигенде акцент береді. Бір түспен қарлығашты да сол кезде сөйтіп боясаңыздар болады. Ал меніңше осы жеткілікті сияқты. Бір жерге мына жағасы чисто ақты қояйын. Мына жағында ақ аз сияқты. Бұны сосын бірден эпоксидный смоламен де құюға болады. Оны да көрсетейін сіздерге. Бірден красканы эпоксидный смолаға араластырып, сонымен құйсаңыздар да болады. Бұлай боямай-ақ. Неке қараңыздар, қалай болып шықты. Енді осыған әр түрлі жеріне мына шылтырды жағамыз. Шылтырды қыздар бағана айтқандай эпоксидный смоламен де араластыруға болады. Болмаса, мінеке осы күйінде қай жерге жаққыңыз келеді, сол жерге бүйтіп орналастырсаңыздар болады. Бүйтіп мына пигмент кетпейді, красканың үстіне. Қазір жер көп болып кетті, түсіп кетті. Осылайынан красканың үстінен де жіберсеңіздер болады. Бұл жанындай шылтырап тұрады. Атак жаңағыдай эпоксидный смоламен де қолдансаңыздар болады. Мен екеуін де қолданып көрдім. Артығын қағып жіберіңіздер. Эпоксидный смоламен істелген кезде шылтырап тұрады. Неке қараңыздар, уже қандай болды, өте әдемі. Оған дейін мынау қызылымыз да кеуіп қалды міне. Бағана краска ғой, мінеке. Қараңыздар, шықпайды. Қанша оқып қаласаңыздар да, бұл краска шықпайды. Міне, қызылы арт жағын сосын қарамен бояп тастаймыз. Ал неке қараңыздар, шылтырды істедім. Әзірге ала тұрамын. Енді бірден мен мынаны бояп алайын. Содан кейін үсттеріне уже мынаған эпоксидный смоланы құятын боламыз, қыздар. Бұны қандай түспен боясам екен? Бұны қоңырлау мына түспен бояйын. Мына түспен сосын ақты араластырам. Мына кисточкада жаңағы красканың нелер қалды ғой ішінде, қараңыздар. Ана бойы берген сайын әртүрлі краскалар шығып жатыр. Астыңғы жақтарына сіңді ғой. Содан әртүрлі краска шығып жатыр. Ол да өзі неменеді? Бір несі, плюсы. Егер жуып тастасаңыздар, қайтып сол красканы өз түсін аласыздар. Егер неке жуылмаса, мен құр сүрте берем. Бұрын біз ана дизайнда оқығанда құр осылай қолымызға мат аламыз да, кисточканы ондай жумайсың ғой, мындай краскаға. Өйстіп сүртіп алып бояй беретінімізді. Мен қазір мынаны акрилді құям, қыздар. Содан кейін ана акрилімізді қатады ғой, мінеке мына жағын наждақтап просто немен бояп тастаймыз. Осындай қара акрил краскамен бояп тастаймыз. Жақсы ма? Оны мен просто мынаны қазір құйғаннан кейін бұл кепкенше бір күн өту керек. Мен сіздерге ана келесі
құйылып қатып тұрғандарға көрсете берем, жақсы ма? Қараңыз. Үстінен бірнеше слой қылып жібере берсеңіздер болады, бояй берсеңіздер. Бұл сіңеді қазір, анау сияқты.